Тілімізде балапаннан баршынға жеттің деген тіркес бар. Осындағы баршынның не мағына беретінін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Қазақ ұғымында бүркіт азаттықтың, еркіндіктің, айбындылықтың символы. Бүгін бүркіттің жас атауы туралы айтпақпын. Ең алғашқы туғанын балапан дейді. 2 жасар бүркітті қантөбет, 3 жасар бүркітті тірнек, 4 жасар бүркітті тастүлек, 5 жасар бүркітті мұзбалақ, 6 жасар бүркітті көктөбет, 7 жасар бүркітті қана, 8 жасар жана, 9 жасар майтөбет, 10 жасар бүркіт барқыт деп аталса, 11 жасар бүркіт баршын деп аталады. Сонда тіліміздегі балапаннан баршынға жеттің дегені өстің, кемеліңе жеттің деген мағынаны білдіреді.